Абылхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайының орталық көрме залында Қазақ КСР халық суретшісі Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, өнертану ғылымының кандидаты Нағымбек Нұрмұхамедовтың жеке көрмесі өтуде. Бұл көрме суретшінің туғанына 90 жыл толуына және жеңістің 70 жылдық мерейтойына орайластырып отыр. Нұрмұхамедовтың өзіне тән ерекше бір қасиеті, ол өмірді жан тәнімен қабылдады. Суретшінің жаратылысы оның шығармашылығынан айқын байқалады. Көрме қылқалам шеберінің сан қырлы дарынын көзбен көріп, сезінуге тағы да бір мүмкіндік береді. Ол өзінің 40 жылдық шығармашылық өмірінде артында таудай мұра қалдырды. Ескі Алматының, Мәскеудің, Париждің көшелері мен үйлерінің төбесі көз алдында әкелетін пейзаждардың таңғажайып сұлулығын да жазатын. Дүниенің ғажайып сұлулығын бақылап қана қоймай, оны кенеп бетіне шеберлікпен бере де білді. Құрметті қала тұрғындары, Абылхан Қастеев атындағы өнер музейінде 29 сәуір мен 17 мамыр аралығында болатын Нағымбек Нұрмағамбетовтың көрмесіне сіздерді шақырамыз. Көрмеге келсеңіздер, көрмеден алар әсерлеріңіз өте зор болады деп ойлаймыз.